Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Самат Құдайберген және бізде MMA туралы шығарылым. Шавкат Рахмонов UFC-де өзінің 4-ші жекпе-жегін алды. Наматта алғашқы рет Нил Мэгни атты рейтингі бар қарсыласы пайда болды. Жекпе-жекті қазақстандық та, американдық та растады. Енді тек UFC-ден ресми анонсты күту ғана қалды. Олар 25 маусымда кездесетін болады. Ал дәл қазір мен сіздерге Нилдің мансабы мен өмірі туралы толығырақ айтып беретін боламын. Бұрынғы әскери адам қалай UFC рекордсмені атанды? Ол несімен қауіпті? Бұрынғы чемпиондардың ішінде кімді ұрып тастады? Және оны Хамзат Чимаевпен не байланыстырады? Кеттік! Шавкаттың жекпе-жегі сияқты сәттерді біздің телеграм арнамыздан бақылаған ыңғайлы. Ол жерде біз әрдайым тікелей трансляцияларға, нокауттардың видеосына, толық жекпе-жектерге, сонымен қатар қазақстандық спорттың басты және қызықты жаңалықтарына сілтемелер салып тұрамыз. Инстаграм парақшамызға да жазылуды ұмытпаңыз. Қиын болмаса осы видеомызға лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, бізден сізге мың алғыс. Ал енді Шавкат пен Нилге оралайық. Мэгни мен ең басты қиыншылық ол оның тегінің атауында. ақш Магни және Магни деген нұсқалар кездеседі. Орыс тілдес MMA комьюнитиінде бұл нұсқаларға арқылы айтылуы да қосылады. Осы жерде UFC-дің ресми өкілдері де шатасып жатады. Қысқасы қай нұсқасы сіздер үшін ыңғайлы, соны таңдай беріңіздер. Бұл аса қатты маңызды емес. Нилдің лақабаты өзгеше, гаитилық сенсация. Бұл шығу тегіне байланысты. Нил өзі ақшта туылған, ал оның ата-аналары ол мемлекетке Гаити мен Доминиканнан келген. Бірақ шығу тектері гаитилық болуы керек. Себебі Нил осы шетін ғана атап көрсетеді. Мысалы, каппа мен маскасында Гаити жалауы бар. Нил Нью-Йоркте, Бруклинде туылған. Сосын 12 жасында Чикагоға көшіп кетті. Мектеп кезінде бандаға қосылған. Бірақ ол жерден оны спорт алып шықты. Мектепте Нил Америка футболымен, күреспен және ұзақ қашықтыққа жүгірумен айналысқан. Ол жүгіруді өзінің жақсы кардиосының негізі деп атайды. Мектеп бітірер кезде футболмен қош айтысты. Бірақ Нил сол кезде өзі үшін жекпе-жектердің түрлерін ашты. Ол бразилиялық джиу-джитсумен айналысып, қоңыр белбеуге дейін жеткен. Сонымен қатар кикбоксингті де меңгере бастады. Нил өзінің ересек өмірі үшін екі нұсқаны қарастырған: колледж шәкіртақысын алып көру немесе әскерге бару. Күрес оңынан шыққан жоқ. Нил 3-ші дивизионға өте алмады. Сол үшін колледжбен қоштасып әскерге кетті. Нил келісімшарт бойынша әскерде 7 жыл өткізді. Өзінің жалғыз іс сапарында ақш-тың ұлттық гвардия сержанты Нил Мэгни Кувейтте борышын атқарған. Ол мемлекет таяу шығыстағы ақш-тың ең басты одақтасы болып саналады. Әскердегі уақыт Нилді ментальды тұрғыда ғана өзгертпей, спортты тастап кетпеуіне көмектесті. Ол қол жұмсайтын ұрысын меңгеріп, орысша айтқанда рукопашка, әртүрлі әскери жарыстарды жеңіске жеткен. Сонымен қатар өзінің сүйікті күресінен де. Әскерден кейін Нил оңтүстік Иллинойстағы университетке криминалист мамандығына түсті. Спорт залды тастамай MMA-дағы мансабы туралы ойланды. Оның дебюті 2010 жылы 23 жасында болды. Ол кезде ол әлі студент еді. Мансабының бастамасы жақсы көрсеткіштерге алып келді. Аймақтық промоушендарда 10 айдың ішінде 6 жеңіс, оның ішінде 4-еуін мерзімнен бұрын жеңді. 7-ші жекпе-жегі үшін Нил орта салмаққа көтерілді. Бірақ бұл оны бірінші жеңілісіне алып келді. Және мерзімнен бұрын сабмишке ұсталып қалды. Оның қарсыластарының бәрі американдықтар болған. Олар сіздер естейтіндей аса лигада жарқырамаған. Жартылай орта салмаққа қайта оралған соң, Нил өзінің жалғыз жеңілісін жауып, UFC The Ultimate Fighter реалити шоуының 16-шы маусымына түсті. Ол Шейн Карвиннің командасында болған. Жартылай финалға дейін жетіп, сол жерде бірінші раундта жеңіліске ұшырады. Канадалық Майк Ричиге бұл жағдай бақыт алып келмеді. Ол финалда ұтылып қалады. Ал UFC-де 9 ай ғана болып, 1-2 статистикасымен UFC-ден шығарылып жібереді. Ал Нилдің өзі болса UFC-ге келісім шарт алды. Бірінші жекпе-жегінде ол жолы болмайтын досы Таф Джон Мэнлимен кездесіп, шешіммен жеңіске жетеді. Бірақ содан кейін 2 рет жеңіліске ұшырайды. Бразилиялық Серхе Мораес Нилдің мансабында алғашқы шетелдік және қылқындырған 2-ші қарсыласы болды. Нил ұшпұрыштан кейін 1-ші раундтың 3-ші минутында алақанымен ұрды. Жеңіле салды. Ал оның қарсыласы осы жеңіс үшін бонусқа ие болды. Содан кейін Нил Сет Бачинскиге ортақ шешіммен ұтылады. 8-3 рекордымен американдықтың тағдыры шешілді деп ойлағанда, болашақ рекордсмен өз мансабын жаңарталды. Нил үшін 2014 жыл серпіліске тола болды.
Ол қатарынан 5 жекпе-жекте жеңіске жетіп, Раджео Хуэрттің рекордын қайталады. 6 жылдан кейін рекордсмендердің қатарына Кевин Холланд та қосылады. Бұл серияда Нил 2 жекпе-жегін ғана мерзімнен бұрын аяқтады. 5 жекпе-жегінің екеуі шетелде өтті. Бразилияда және Жаңа Зеландияда. Қарсыластары да әртүрлі болды. Хабибтің командасынан ресейлік Гасан Умалатов, доминикандық, бразилиялық және 2 американдық болды. 2015 жыл Нил үшін 2 бонустан басталды. Жапондық Кичи Кунимотоны қылқындырып, ал кәріс Лим Хён Гёны ұрғылап отты. 7 сериялық жеңісінде Нил өз мансабында алғашқы рет үлкен жекпе-жегін алды. Ол UFC-дегі ең үздік грэплер Демиан Маяға қарсы шығып, 1,5 раунд қана шыдады. Сосын күшін жоғалтқан Нил қылқынып жатқан жерінде алақанымен ұрып жеңіле салды. Бір таңғаларлығы, Нил 22 күннен кейін ауысып шығып, бөлек шешіммен жеңіске жетті. Сосын Мэгни UFC-дің болашақ топы Стивен Томпсонның алғашқы қарсыласы болуы керек еді. Бірақ Мексикадағы турнирде қайтадан ауысып шығып, Келвин Гастелуманы бөлек шешіммен тағы да жеңіске жетті. Нилдің мансабында бұл алғашқы 5 раундық жекпе-жегі болды. Ол 4-ші раундта 2 рет нокдауннан аман қалды. Ал Кевинмен балталасқаны үшін ол бонусқа ие болды. Нилдің келесі жекпе-жегі сонау Аустралияда өтті. Сол жерде тағы да бонусқа ие болды. Ол хайп қуалаған кубиндық Экторо Ломбарданы 3-ші раундта нокаутқа жіберді. Ломбардо үшін сол жекпе-жек қара серияға жол ашты. Ол 6 рет қатарынан жеңіліп, UFC-ден шығарылып жіберілді. Нилді тоқтатқан Лоренцо Ларкин. Лоренцо 4 минуттың ішінде Нилдің сол аяғын ұрғылап тастады. Әлсіреп қалған Нил тейкдаунға ұмтылған кезде Лоренцо шынтақтарымен серия жүргізіп жіберді. Бір қызығы, Нил Ларкинге де бақытсыздық алып келді. Былай қарасаң, негізінде Нил барлық қарсыластарына бір бақытсыздық алып келетін сияқты. Лоренцо UFC-ден шығып Беллаторға кетті. Нил бұрынғы чемпион Джонни Хендриксті жеңіп қайта оралды. Нил қарсыласынан жасалмаған салмағы үшін гонорарының 20%-ын тартып алды. Сосын ортақ шешіммен жеңісті де жұлып алды. 2017 жыл Нил үшін нәтижесіз болды. 2 ғана жекпе-жек. Басында ол жеңіл салмақтағы бұрынғы чемпион Рафаэль Дос Аньосқа ұтылып қалды. Бірінші раундтағы 3-3 бразилиялыққа жеңіс пен бонус алып келді. Сосын Нил жартылай орта салмақтағы бұрынғы уақытша чемпионы Карлос Кандитпен шығып, шешіммен сенімді жеңісіне жетті. 2018 жылы Нил басында Англияға барып, дебютант Крейг Уайтты жартылай басты жекпе-жекте бірінші раундта нокаутпен ұтып, сосын Аргентинаға барып, басты жекпе-жекте Сантьяго Панзини Биоға 4-ші раундта нокаутпен ұтылып қалады. Шафкаттың ескергені жөн, қайтадан Нилдің сол аяғын тепкілеп тастаған. Тіпті ақсақ құлан болып кетті. Буэнос-Айрестегі нокауттың түрі жаман болды енді. Американдық бетімен жерге құлады. Осыдан кейін Нилдің мансабында алғашқы рет 1 жылдан астам үзіліс болды. Ол 18 ай жіберіп алды. Жарыстан тыс кезеңде Нил допинг сынағын тапсырғанда нәтижесі оң болып шықты. Соның кесірінен UFC Fight Night-тың Висенте Люкемен болатын басты жекпе-жегінен айырылды. Нилді жекпе-жектен шектеткен жоқ. Себебі заттардың шоғырлануы өте төмен болды. Нилмен болған жағдай UFC-дің допинг тестілеуіне әсерін тигізді. Енді ол жерде төмен мөлшермен ластанған қоспалар туралы тармақ пайда болды. Соның арқасында UFC Нейт Диас пен Хорхе Масвидальдың жекпе-жегін Нейттің тестілеуден өте алмағанына қарамастан құтқарып қалған болатын. Нил пандемияның алдында UFC-дің соңғы турнирына қайтып оралып, UFC 248-де қытайлық Ли Джинлянды жеңді. Нил қайта оралғаннан кейін не жеңіс болсын, не жеңіліс болсын, жекпе-жектерін тек шешім арқылы аяқтайтын болды. Лиден кейінгі 3 жеңіс сериясына Энтони Рокко Мартин мен бұрынғы чемпион Робби Лоулерді жеңіп кіргізді. Мартин үшін бұл UFC-дегі соңғы жекпе-жегі болды. 5 айдан кейін ол Вегаста дәлізде, орысша айтқанда коридорда, кіші дәрет сындырып жатқан кезінде оны көрген күзетші оған ескерту жасаған болатын. Ал ол болса оны ұрып соғып тұтқындалған болатын. Мүмкін Рокконың үйінде дәретханасы коридорда болған шығар. Нил алдыңғы жылын Майкл Киезге қарсы жекпе-жегімен бастады. Бұл жекпе-жек Мэгни үшін ерекше болды. Басты кеш болғандықтан ғана емес, өзінің жеке себептеріне байланысты. Өйткені әскерден кейін алғашқы рет таяу шығысқа қайта оралған болатын. Бірақ ол жекпе-жек бір жақты болды. Киеза қарсыласына жатып алып, ортақ шешіммен жеңісті жұлып кетті.
4 айдан кейін Нил жартылай аттасын Джефф Нилді ұтып кетті. Бірақ оның алдында Хамзат Чимаевпен жекпе-жекті сұрап, өз дегеніне жетейін деген. Дана Уайттың өзі Мэгниді Хамзаттан қорықпайды деп үлгіге келтірген болатын. Негізі Уайт Нилді қай уақытта болса да әрдайым жекпе-жекке дайын болғандығы үшін бағалайды. Чимаевтың өзі UFC-ден жекпе-жекті талап еткеніне қарамастан, Нилдің өкінішіне орай бұл жекпе-жек тағайындалмады. Тағы да атап кететін жайт, Нил ешқашан трэш-токта қарсыласын ластамайды. Не дейміз? Нағыз еркек? Ол осы жылы жекпе-жекке шығып та үлгерді. 26 наурыз күні Макс Гриффинді жеңген болатын. Естеріңізде болса, ол UFC-ге алғашқы рет шығып, Коди Ковингтонға нокаутпен жеңіліп қалған болатын. Нил басында Шавкатпен жекпе-жекті қабылдағысы келмеген болатын. Рейтингтегі жоғары қарсыластарын сұраған. Бірақ оған ондықтағылардың ішінен ешкімді бермейтінін түсініп, осы жекпе-жекке тәуекел етті. Бұл жекпе-жекті көбінесе Шавкаттың өзі қыздырған болатын. Ол өзі бірінші болып әлеуметтік желіде Нилді жекпе-жекке шақырған еді. Шавкат әрі қарай да осы бабынан таймаса, басқа да рейтингі бар қарсыластары пайда болуы мүмкін. Мэгни тамыз айында 35-ке келеді. Менен де үлкен. Спортсмендер үшін бұл жас тіпті шал деп есептелінеді. Нил ол жайлы қобалжымайды. Себебі мансабының бастамасында ол өзін спорттан кейінгі өмірін жоспарлап қойған. Мамандығы бойынша жұмыс істейтін болады. Нил өте аз салмақ қуалайды. Себебі өзінің денсаулығына аса қатты мән береді. Ал бірінші сұхбатында мен ешқашан жұптасуда, яғни жалпы тілмен айтқанда спаррингте, соққыларға қатты кірісіп кетпеймін. Артық рет миымның шайқалғаны маған керек емес деген. Нил өзінің атына кір келтіретіндей жағдайларда болмаған. Ол провокатор да емес. Әскери жинақылығы осы жерде байқалып тұр. Ал оның әйеліне келетін болсақ, оның өзінің шаштаразы бар. Екі жұптың бір ұлы бар. Ал осы жылы екінші балалары туылады. Нил отбасы адамы өзінің анасы мен әжесін пір тұтады. Нилдің жетістіктері туралы тағы да айтып кеткен жөн. Ол жартылай орта салмақта шешіммен және октагонда өткізген уақытымен жеңген рекордсмен. Ал Жорж Сен-Пьер мен жеңістерінің жалпы саны 19 болатын рекордты бірге ұстап тұр. Бұлай қарасаң, Шавкаттың мансабындағы жекпе-жектерінің саны Нилдің тек қана UFC-де өткізген жекпе-жектерінің жеңістерінен де аз. Әрине бұл рейтингі бар қарсылас Шавкаттың мансабындағы үлкен қадам. Бірақ Оливейрада Мэгниге қарағанда аса жеңіл қарсылас болған жоқ. Шавкат бұл жерде фаворит. Бірақ жекпе-жек оңай өтеді деп ойламаған жөн. 15 мерзімнен бұрынғы жеңіс Шавкатты психологиялық тұрғыда қысып жатқан жоқ. Ол жекпе-жекті мерзімнен бұрын бітіремін деп өзімді дайындап жатқан жоқпын деп айтқан. Ең бастысы жоспарды қолдану, жеңіске жету. Шавкаттың Нилмен жекпе-жегі оның топ 10-ға кіруіне және өзінің атын тарқатуға үлкен көмегін тигізеді. Чел Сонияның айтуы бойынша, бұл жекпе-жек Шавкаттың болашақта чемпион бола алады ма деген сынағы. Бұған менің не айтып қосарым бар? Шавкатқа жанкүйер боламыз. Жеке өзім Шавкат бұл сынақтан кідірмей өтеді деп сенемін. Осымен бүгінге бітті. Міндетті түрде арнамызға тіркеліп, комментарийде Рахмоновтың жекпе-жегінен не күтетіндеріңіз туралы жазып кетіңіздер. Айтпақшы, айта кететін жайт, Шавкат UFC-дегі басты жекпе-жектегі өнер көрсететін алғашқы қазақ. Бұл тарихи сәт. Шавкат Нилді жеңіп UFC-дің топтарына дейін жетеді деп сенеміз. Біз жеңеміз. Алға Қазақстан. Көріскенше.